Өткен демалыс күндері қазақ боксшысы Мейірім Нұрсұлтанов бізді кезекті жеңісімен қуантты. Ол Ресейдің Екатеринбург қаласында жергілікті былғары қолғап шебері Илья Баландинмен жұдырықтасып, 8 раундтық сында қарсыласын төрешілердің бір ауыздан шешімімен ұтқан болатын. Осы сын барысында жерлесіміз қарсыласын төпелей ұрған сәттер болды, бірақ орыс боксшысы құламады. Осыдан кейін жанкүйерлер Мейірімнің өнеріне тәнті болып, алайда аягөздік былғары қолғап шеберіне нокаутқа жіберер соққы жетіспейді екен деген пікір қалыптастырған болатын. Шын мәнінде олай емес. Мейірім кездесуден соң өзінің жекпе-жекке таңдаған тактикасын айтып берді. Жоспар жекпе-жекті басынан аяғына дейін өткізіп жеңіспен аяқтау болды. Мен 11 ай көлемінде рингке шыққан жоқпын. Сондықтан рингті сезініп, біраз жұмыстар жасап көрдім. Әр раундқа бапкерім тарапынан нақты тапсырмалар беріліп отырды. Мен оны орындауға тырыстым. Нәтижесінде ойлағанымды жасап шықтым, дейді ол. Мен ешқашан нокаутты қуған емеспін. Алғашқы 3 раундта дистанцияны сезініп, өз ритмімді табуым қажет болды. Егер нокаутқа түсіруді туралы ойлар болсам, бұл үлкен қателік болар еді. Ал қарсыласты менсінбеу әдетте өкінішті жағдайларға кеп соқтырады. Баландин оңай қарсылас емес. Ол да маған сенімді жауаптар беріп отырды. Қарымта шабуылдар жасады. Бастысы ол ашық ұрыстан қашты. Десе де дәл соққыларын сезіндім. Бірақ Илья ауыр соққыларға шыдас бере алатындығын көрсетті. Жалпы кездесу динамикалық болып, қызықты өтті. Әрбір жеңіс чемпиондыққа апарар жол. Чемпиондық жүлдеге жету оңай емес. Қазір жасым 27-те, әрбір рингке шыққан сайын тәжірибе жинаудамын. Әрбір жеңіс маған мотивация қосады. 2021 жылға жоспарларымыз орасан зор. Бұл жыл кемінде деңгейі жоғары 3 кездесу өткізсем деймін. Осылайша рейтингтегі топ 5-ке жақындасам жаман болмас. Орта салмақта мықтылар өте көп. Оның әрқайсысы әрбір сәтте сытылып алға шыға алады. Мүмкіндік бәрінде бар. Ең бастысы сол бір сәтке дайын болу керек деп сөзін түйіндеді Мейірім. Әрине бұл жақсы жорық болды. Мейірімнің мансабында бұдан да жақсы сындар болған шығар, бірақ бұл оның мансабындағы үздіктерінің бір екендігі сөзсіз. Сондай-ақ өткен аптаның соңында Головкин-Шеремета жекпе-жегінің андеркартында жұдырықтасатын Али Ахмедов толыққанды IBO чемпиондық белбеуіне таласатындығы белгілі болды. Бұл өте жақсы жаңалық. Геннадий Головкинді айтпағанда соңғы рет мұндай чемпиондықсында қазақ боксшыларынан Жанат Жақиянов пен Бейбіт Шүменов қана өткізген болатын. Енді міне қазақ кәсіпқойларында чемпиондардың саны біреуге артуы мүмкін сәт туындады. Естеріңізге салайық, кәсіпқой бокста бізден шыққан алғашқы чемпион ол Василий Жиров, сосын Головкин және Шүменов пен Жақиянов. Басқа чемпиондық күту ұзаққа созылып келеді. Енді бұл төрттікке Али Ахмедов қосылуы мүмкін. Бұл ақпаратты халықаралық бокс ұйымы өзі хабарлады. Десе де белбеуді ұтып алу оңай шаруа емес. Өйткені Алидің қарсыласы 31 жасар эквадорлық Карлос Гонгора да оңай қарсылас емес. Ол кәсіпқой рингте жеңіліп көрмеген жарқын нокаутер. Бұл чемпиондықсын 12 раундтан тұрады. Біз қазақстандық былғары қолғап шеберіне сәттілік тілейміз. Ал Генаның қарсыласы Камил Шереметаның бапкерлерінің бірі коронавирусқа шалдықты деген ақпарат тарағаннан кейін бұл кездесу орын алмауы мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Алайда кештің басты промоутері Эдди Хирн жекпе-жектің міндетті түрде болатындығын жариялады. Демек бұл сынға әзірге еш қауіп жоқ, жоспарлы түрде өтеді. Ал Гена қазір осы сынға соңғы жаттығуларын пысықтау үстінде. Көпшіліктің пікірі бойынша Шеремета Генаға тіптен қарсылас емес, сондықтан кездесу барысында нокаут көреміз дейтіндер көптеп табылуда. Алайда мұндай мәлімдемелерге абай болу керек. Өйткені Шеремета да кәсіпқойда жеңіліс деген не екенін білмейтін талапты шеберлердің бірі. Кездесу біздің елдің уақыты бойынша 19 желтоқсан күні таңертеңгісін өтеді. Әзірге бірде-бір қазақстандық телеарналар бұл жекпе-жекті көрсетілетіндігі туралы ақпарат таратқан жоқ. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз. Осы бейнероликті WhatsApp, Facebook, Instagram және VK арқылы таратуларыңызды сұраймын. Біздің ресми инста парақшамызға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сілтемесі бірінші комментке қыстырылған. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.